10 сынып Қазақстан тарихы 10 сабақ. Тақырыбы: ерте көшпенділер дәуіріндегі ұлы дала өркениеті. Сабақтың мақсаты: ұлы дала өркениеті жайлы мағлұмат беру. Әртүрлі көзқарастағы талдау арқылы ерте көшпенділер өркениетіне әлемдік тарихи процестер барысында әсерін бағалау. Бүгінгі сабақ: көшпелі мал шаруашылығының пайда болуы, көшпелілікті анықтау. Көшпелі далалық шаруашылықтың негізі түрі ретінде ерте темір біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдық дәуірінде қалыптасты. Темірді игеру, мыс пен қоланы жасалған еңбек құралдары мен қарулардың көшпеліліктерге темірге алмастырылды. Көшпеліліктің пайда болуы: далада ұзақ ғасыр көшпелі малшы, егінші шаруашылығымен өмір сүрді. Біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықтың ортасында көшпелі мал шаруашылығын өтудің барлық алғы шарттары қалыптасқан, ол жүзеге аспады. Көшпелілікке өту біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта болған кезде құрғақшылық ықпал етті. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың алғашқы жартысында құрғақшылыққа ұшыраған, далада шаруашылық жүзуге жалғыз түрі көшпелілік болды. Ұлы дала ертедегі көшпелілері. Андролог мәдениеттің түрінің орнына сақ, скиф деп аталатын мәдени-тарихи қауым келді. Ежелгі гректер скифтерді ертедегі көшпеліліктер деп атаған. Бұл атау батыстағы қолданылатын мәдениеттің сипаты, шаруашылықтың түрлері, қарулар, жерлеу, салттар және сыртқы түріне ұқсайтын өнердегі сәйкестіктеріне байланысты кейін барлық көшпелілер осылай аталып кетті. Алайда ертедегі гректер, парсылар, қытайлар далада әртүрлі тайпалар өмір сүретін кезіндегі нақты атауларының бізге жеткізді. Сондықтан да қазіргі заманда Қазақстанда ғылымында бұл дәуірді ұлы даланың Орта Азиялық бөлігімен тайпалық атаумен сақ немесе сақ-сармата кезеңі деп аталды. Мынау сендердің алдарында балалар сақтар, массагеттер, әртүрлі тайпалардың өмір сүрген жайында карта тұр. Көптеген тарихшылар Қазақстан территориясында шамамен 20 шақты мемлекеттің құрылымдары мен мемлекеттің сипатындағы тайпалар одағы болған дейді. Алайда бұл қатарға түрлі себептермен кірмей қалған мемлекеттер, құрылымдар жеткілікті. Мысалы, сарматтар, аландар, хазарлар. Біздің есебімізде сонақ сақ дәуірінен бері ұлы далада 24 мемлекет болған атап көрсеткен. Соның ең соңғысы Қазақ хандығы. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз темір дәуірінде қазақ жерін мекендеген сақ тайпалары және олардың түрлері, қоныстанған жерлері мен қоғамды құрылысы, сонымен қатар олардың қандай шаруашылық түрімен айналысқаны жөніндегі жазба деректер мен тарихи мәліметтер жөнінде болмақ. Сақтар туралы алғашқы мәліметтер. Сақтар туралы жазба деректерді үш топқа бөлуге болады. Біріншісі ежелгі парс патшаларының тастағы сына жазбалары мен Геродоттың еңбектеріне негізделген. Екіншісі Александр Македонский мен оның мұрагерлерінің жорықтары кезіндегі грек жазбалары. Үшіншісі Орта Азия халықтарымен байланыста болған өз замандастарының мәліметтеріне сүйенген грек және латын ғалымдарының жазбалары. Парс патшалары бірінші Дарий мен Ксеркстің бұйрығымен жазылған мәтіндерде Қазақстандағы сақ тайпаларының аты аталады. Грек және латын тіліндегі деректердің арасынан Геродот пен Страбонды айтуға болады. Сақтар біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта Орта Азия мен Қазақстан жерін мекен еткен ежелгі тайпа. Жалпы сақ тайпалары атауының мағынасы жайында көп пікір бар. Сақ сөзінің мағынасын парсы жазбаларында құдіретті еркектер деп түсіндіреді, ал Иран жазбаларында жүйрік аты турлар дейді. Ежелгі грек авторлары сақтарды азиялық скифтер деп атайды. Біздің заманымызға дейінгі 484-425 жылдары өмір сүрген грек тарихшысы Геродот шошақ бөрікті сақтарды тиграхауда массагеттер деп атаған. Олар батыр жауынгерлерді ардақта құрмет тұтқан. Сақ деп аталатын тайпалардың әр қайсының өз алдына көсемі болған. Антропологтар сақтарды европалық нәсілге жатқызады. Сақ тайпаларының қоныстануы. Ғалымдар Қазақстан жерін мекендеген сақтардың қоныстанған жерлерін анықтады. Сақ тайпалары мен тайпа одақтары негізгі үш топқа бөлінеді. Олардың бір тобы Жетісуда, Тянь-Шань
тауларында Сырдария өзенінің орта ағысында тұрған. Сақтардың бұл түрі шошақ бөріктер, сақтар, тиграхауда деп аталады. Сақ тайпаларының екінші бір тобы Арал теңізінің маңында Сырдария мен Әмударияның төменгі ағысын мекен еткен. Парсылар оларды теңіздің арғы жағындағы сақтар, Парадарая деп атаған. Сақтардың үшінші тобы Мұрғап өзенінің аңғарында өмір сүрген. Оларды Хаома сусын дайындайтын сақтар, Хамаварға деп атаған. Олар жылқының үстінен ашып, Хаома аты ерекше сусын дайындай білген. Арал теңізінің аумағын мекендеген сақ тайпаларын жазба деректерде Апасяк, Дай, Массагет және Каспилер деп атайды. Сақтардың қоғамдық құрылысы ерте темір дәуірінде мүлік теңсіздігі орнықты. Мұны археологиялық қазбалар мен жазба деректер дәлелдейді. Сақ патшалары құдіретті билеушілерге айналды. Сақ қоғамы жауынгерлер, абыздар және қауым мүшелері, малшылар мен егіншілер деп аталатын үш топтан тұрды. Әрбір қоғамдық топтың дәстүрлі өз түсі болды. Жауынгерлердікі қызыл, абыздардікі ақ, ал малшылар мен егіншілер сары және көк түсті киімдер киген. Сақтардың шаруашылығы. Көптеген деректерде сақтардың мал шаруашылығымен айналысқандығы айтылады. Сақтардың өмірінде жылқы өсіру маңызды орын алды. Оларда жылқының екі түрі болған. Аласа бойлы аяқтары мығым, басы мен денесі ірі күш көлігі ретінде пайдаланылатын жылқылар. Екінші, шоқтығы биік, жарау денелі, жауынгерлер соғыста мінетін жылқылар. Сақтардың мал шаруашылығының негізгі бағыты қой өсіру болып, олар құйрықты және биязы жүнді қойларды көп өсірген. Батыс және оңтүстік Қазақстанның далалы және шөлейт аймақтарын мекендеген сақтарда түйе өсіру кең тарады. Сақтар отырықшы мал шаруашылығымен қатар, өзен және сулы аймақтарда суармалы егіншілікпен айналысқан. Балалар, сендер жаңа сақ тайпалары жайында, қазақ даласындағы ұлы дала жерінде қоныстанған жайында көптеген мәлімет бердік. Қорытынды: ерте темір дәуіріндегі қуаңшылыққа байланысты ұлы далада көшпелі мал шаруашылығы пайда болды. Бұл дала өркениетінің айғақтайтын басты белгеді. Көшпелі мал шаруашылығының жартылай көшпелі және жартылай отырықшы формадан айырмашылығы малдың жыл бойлы жайылымда жайылуы және көшкен малдың соңынан бүкіл халықтың белгілі бір үйреншікті бағыты бойынша ілесіп жүру еді. Көшпелі мал шаруашылығы аумағының ұлғаюы, сонымен қатар көшпелі өркениеттің таралуы Евразия даласындағы үлкен белдеу қалыптастырды. Көшпелі скиф, сақ, сармат мәдениетінің қауымдастығы біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта ұлы даланың батысы мен орталық бөлігінің басымдыққа ие болды. Ерте көшпенділердің әлеуметтік ұйымдарының өзіндік ерекшеліктерінен кейін көшпелі өркениетінің үлкен үлгілігіне айналды. Сұрақ: көшпелілікке, көшпелі мал шаруашылығына анықтама беріңдер.